Сәлем достар, Каспий теңізінде су перісі бар, және оны көрген адамдар да бар екен. Сіздермен бірге бәрі бар арнасы, бізбен бірге болыңыздар. Ендеше кеттік. Алдымен су перісі, яғни русалка ұғымының қайдан шыққанын анықтап алайық. Бұл шығыс славян елінде туған аңыз. Аңызға сүйенетін болсақ, су перілері солтүстік Ресейде, Поволжьеде және батыс Сібірде өмір сүрген. Олар орман, егістік және су қоймаларын күзеткен. 20 ғасырға дейін Ресей губернияларында русалка сөзін кітапқа, не білімге байланысты қолданған. Аталған елдердің әдебиетін Шутовка, Щекотиха немесе Мавка атауларымен белгілеген. Ол шашы ұзын қыз бала бейнесінде кездеседі. Оны көрген адам есінен таңып ғашық болады да, ал су перісі болса, оны судың түбіне батырып әкетеді. Бірақ батыс елдерінің әдебиеті мен кинематографы су перісін теңіз күзетшісіне айналдырып, аяқтарының орнына балықтың құйрығын салып берген. Ал кейбір аңыздарда су перісі қалаған жануарларына айнала алады дейді. Атап айтқанда тышқан, бақа, құс, тіпті сиыр, ит, жылқы бейнесіне де ене алады. Бірақ бізге ең жақын нұсқасы қыз бала кейпіндегісі. Кішкентай кезімізде Ариэльді бәріміз көрген шығармыз. Мультфильм сюжетінде Ариэль су астындағы патшалықта өмір сүреді. Бірақ күндердің бір күнінде жас ханзадаға ғашық болып, әкесінің рұқсатымен жер бетіне шығады. Ал Пираты Карибского моря фильмінде русалкалар қарақшыларды өзіне ғашық қылып, артынша құбыжыққа айналып су түбіне тартып әкетсе, Аквамен судың патшасы және оған су түбіндегі барлық тіршілікті бағындырып қояды. Африканың Ангола өңіріндегі аборигендерді зерттеген миссионерлерде де су перісіне байланысты бірнеше дерек қалдырған. Олардың айтуынша, аборигендер су перілерін аулап, оны жеп күн көреді. Олар үшін бұл ешқандай тылсым дүние емес. Кәдімгі балықтың адамға ұқсайтын бір түрі екен. 12 ғасырда Исландия деректерінде Гренландия жағалауында жартылай әйел, жартылай балық бейнесіндегі құбыжықты сөз етеді. Ол ешқандай да шашы ұзын әдемі қыз емес, керісінше өте ұсқынсыз деп бейнеленген. Ал әйгілі Христофер Колумб бір емес 3 су перісін көрсе, 1403 жылы Сиго де Лепфонт есімді саяхатшы жағалаудан су перісін тауып алып, оны құрлыққа шығарып, бірге өмір сүрген деседі. Ол тіпті тоқыма тоқуды да үйренген, бірақ адамдардың ортасында өмір сүре алмаған. Сөйлеу де қолынан келмеген. Қаншама рет теңізге қашпақ болса да, қолға түсіп қалып, соңында христиандарша желенген дейді. Әрине, бұл ақпарат шындыққа жанаспайды. Себебі су астындағы тіршілік иесі қалайша адамдармен бірге өмір сүрген. Мүмкін Уолт Дисней дәл оқиғадан шабыттанып, Ариэльді ойлап тапқан. Аңыз болғасын әркім өз қиялына қарай суреттейді. Ал еліміздегі ғалым бұл құпия тіршілік иесі жайлы не дейді екен? Отандық ғалым Әділ Қоразбаев куәгерлердің сөздеріне сүйене отырып жасаған пайымынша, Каспий теңізінде су перісі жүр. Ол браконьерлерге шабуыл жасаған. Оны көрген мұнайшылар да бар көрінеді дейді. Кезінде тіпті осы жұмбақ өмір иесін табу үшін Каспийге Жакев Кустоның өзі келген екен. Каспий теңіздің жағасындағы қалада өзінің жастық шағын өткізген әзірбайжандық ғалым Самет Алиғолының жұмбақ тіршілік иесін көргенді жөніндегі әңгімесі бар. Оның сөзінше, су перісі балықтардың арасында жүзіп жүрген, ал балықтардың шоғыры пері қалай бұрылса, солай қарай жүзетін болған. Шындап келгенде ирандықтар су перісінің бар екендігінен еш күмәнданбайды, және бұл тек ұлттық фольклордың элементтері ғана емес, кәдімгі адамдардың көзбен көріп, куәсі болған дүниелер. Каспийдің континенттерінің қалыптаса бастаған мыңдаған жылдар бұрын пайда болғанын ескерсек, бұл әңгіменің жаны бар. Оның үстіне Каспий тұйық экожүйе. Сол себепті ондағы эволюцияда да мүлдем басқа жолмен дамуы мүмкін. Яғни мұнда адам балықтардың болуы әбден мүмкін. Ғалым Самет Али Джафаров куәгерлер мен көз көргендердің сөздері бойынша Каспийдегі су перісінің кескін келбетін нақты баяндап берген. Яғни оның түсі жылтыраған көкшіл, ал ұзын шашының түсі қою жасыл болған. Сонымен қатар перінің адамдардың алақанына ұқсайтын 4 саусағы бар.
мақаладан су перісінің браконьерлерге шабуылдайтындығы, тіпті осындай жайдың куәсі болған азаматтардың бар екендігі жөнінде баяндалады. Тек бізде емес, әлемнің теңізі бар көптеген өлкелерде де су перісі жайлы аңызда, ғылыми да еңбектер өте көп. Мысалға 2005 жылы эвриолог Ольга Иванова су перілері жайында барлық шындықтар атты еңбегінде оның қандай болатынын, қайда өмір сүріп немен қоректенетініне дейін сипаттаған. Еліміздің фольклорында да су перісіне қатысты аңыз баршылық. Адамды атын атап шақырса, су түбіне тартып алып әкететін су перісін ата-бабаларымыз өббе деп атаған. Қазақ мифологиясында өббе өзендер мен көлдердің тереңінде өмір сүретіндігі айтылады. Ол жағада жүрген адамды алдап шақырып, суға кіргізіп, су түбіне алып кетеді. Ал ертегілерде олардың су түбінде бір халық болып өмір сүретініне дейін айтылады. Әрине, оның барлығы нақты ғылыми түрде бекітілмеген. Бірақ халық айтса қалып айтпайды. Сол үшін де бәрі мүмкін. Оның үстіне әлемдік мұхит жүйесінің тек 3-4% ғана зерттелген. Онда біз білмейтін тіршілік иелері өте көп. Ал су перілері жайлы ақпараттар ғылыми тұрғысынан да шындыққа жанасады. Расында да су перісі болуы мүмкін бе? Сіздер қалай ойлайсыздар? Өз ойларыңызды жазып қалдырыңыздар. Бейнені аяқтамас бұрын мен сіздерге жапондық өнімді ұсынғым келіп отыр. Себебі бірінші Алла, екінші осы өнімдердің арқасында барлық аурулар емделіп жатыр. Себебі бұл 100% табиғи бат және теңіздің тұңғиығынан алынатын тағамдық белсенді қоспа. Көп адамдардың нәтижелері бар. Описаниядағы WhatsApp-қа жазыңыздар. Осымен видеомыздың соңына келдік. Бейнені аса қолдап, әрдайым бізбен бірге болыңыздар. Сіздер үшін бәрі бар арнасы. Келесі кездескенше, YouTube-тың қызығын бөліскенше достар.